Бұл менің құрбым Айару. Ал бұл мен. Бұл менің ең жақын құрбым болатын. Біз бәрін бірге істейтінбіз. Бірақ бір күнде бәріміз кетті. Так, мен деген біз мектепке бару керек еді. Ё-моё, мен бір өзім қазір шығып барадым. Ой, ё-моё, anaқты деген. Сонан қараңыздар, ана екеуі жүр. Аналар дегеніміз ше. Вообще жаман болып кетті. Мен вообще араласпайды. Мен бұрынғы досым еді достар. Алыншы достар мектепке барып болу керек еді. Ал мектепке де достар кеп қалған болатынбыз. Ё-моё. Аналар дегеніміз. Сәлем, қалайсың, Іңкәр? Жақсы, өзің қалайсың? Ё-моё. Мен вообще араласпаймын. Кет шығар, мен бұл досым емеспін бүгіннен бастап. Так, ё-моё, ана екеуі бірге отырып алған. Мен оған сендім ше. Ё-моё, ол мені ұмытты ма? Так, мына кітапты деген бітіріп тастау керек. Мен достар ішім пісіп кетті мына кітапты оқи беріп. Ё-моё, достар мен дегеніміз. Мынау жанына барға соның үйіне барайын да. Бірақ жанына емес. Айарудың үйіне бәде барып қою керек. Ё-моё. Жанның үйіне мекен или Айарудың үйіне мекен? Айарудың. Қараңдар достар. Екеуі бірге отырған тыңдап көрейін. Қоя салшы, оны мен просто байлық үшін ғана дос болып жүрмін. Ол тіпті бай емес екен ғой. Мен өзімді бай болу үшін ғана көрсеттім. Не дейді? Бай болу үшін? Ой, жоқ достар, мені деген көріп қойды. Жоқ, мен сенімен дос болмаймын, бәрібір кет. Ё-моё, аналар деген жаман ғой. Үйіне шығып, мен сенімен дос па деп жүрсем, сен маған дос емес дұшпан екенсің, кет бар. Есікті құлтап қоямын, екеуің десе. Ё-моё. Так, балалар, бүгін бізде дегеніміз сыныпқа жаңадан оқушы келді. Кәне, Юля кіре ғой. Юля дейді. Ё-моё, кәне сәлем деп отыр. Сәлем. Мен жаныма отыр деп жазайын. Менің жаныма кел деп жазайын. Ё-моё, Юля қалайсың? Қазір сұрап кел, қазір апай. Дос болсақ қалай дейді? Дос болайық. Бүгін достар анақта дегенше. Дос боласың ба дейді, как раз ё-моё. Деп жазайын мен. Ана Юля менше, жанна менше Айару келмепті сыныпқа, мектепке. Ё-моё. Дос бай қура, мен достар жаңадан досым бар.